2 этаж үй салдыңыз. Алтын бизнесінде жүріп, 2 миллион теңге оборотпен бастаған алтын бизнесінде. Менің қазір шторым өзі 2 миллион тұрады. Жалпы ақшаға деген көзқарасыңыз бұрын қандай еді, қазір қандай? Айлыққа алдын ала жоспар құратынбыз. Ең үлкен қорқынышыңыз не еді? Бір күннің ішінде банкрот болып қаламын. Не істеймін? Қанша суммамен бастадыңыз, және бір жылда сіз оборотыңызды қанша миллионға айландырдыңыз? Қалтасында бір 200 миллионы бар адам құсап 2 миллион теңгеге бүйтіп жүрдік. Сөйтіп, құрметті менің оқырмандарым, мен алтын бизнесін бастадым деп сториске салған кезде елдің комментариясын айтыңызшы сол кезде. Қатты ауыр сөз айтқаны бар. Артпен отырасың. Ең бірінші алтынымды ұрлатқан кезім болды. Мына комплектті бір керемет киініп алған әйел. Адам жетістікке жету үшін айтқанынан қайтпау керек деген нәрсе. Қайырлы күн, YouTube каналымдағы құрметті оқырмандарым. Бүгін бізде сұхбатта пайдалы ақпарат беретін керемет ханым Гүлназ ханымды қонаққа шақырып отырмын. Гүлназ ханым жалпы Алматы қаласында менің 17-ші лектегі шәкіртім. Бұл кісі қазіргі таңда 2023 жылы оқыған болатын. Қазіргі таңда керемет алтын павильонда өзінің алтын бизнесін дамытуда. Гүлназ ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы Гүлназ ханым, өзіңізді таныстырсаңыз, жалпы кімсіз? Мен есімім Гүлназ болады. Алтын бизнесінде жүргеніме осымен 3-ші жылдан асты. Махаббат ханымның шәкіртімін. 17-ші лек Алматы қаласындағы бірінші өткен оқытылуда сол шәкірттердің бірі болып қатыстым сіздің оқуыңызға, курсыңызға. Ол кезде мен декретте болатынмын. Негізі өзімнің мамандығым педагогика. 14 жылдан бері педагог маман ретінде өзім жұмысымды дамытып жүрген кәсіби маман болатынмын. Категория барлық жағынан идеальны. Высшее образованияда бәрі бар. Передовой педагог дейді ғой. Мектепке дейінгі білім беру саласында қызмет еттім. Сонымен Алланың қалауымен 2022 жылы декретке шықтық. Өмір бойы жұмыс істеп қалғаннан кейін тыныш отыра алмадық. Инстаграмды қарап отырған кезде Инстаграмнан реклама шықты. Егер осы алтын бұйымды оптым бағада алғың келсе, бір зат болсын, бірнеше зат болсын, оптым бағада алғың келсе, менің курсымды оқы деген сіздің рекламаңызды көрдім. Не болса да көрейік дедік, декреттеміз, қалтада ақша бар, декретный ақша. Сонымен баламен үйде құр отырғанша педагог болғаннан кейін ізденіп үйренген адамбыз, білім қуалаған адамбыз, көрейік дедік. Сонымен сіздің курсыңызға жазылып, сол қолымыздағы 4-5 айлық баламен, сол кезде есіңізде ғой. Курсқа балаңызбен келген едіңіз ғой. Баланы тастайтын жер жоқ, 4-5 айлық бала, няняға да тастай алмайсың, өзі көптен күткен бөпем болатын. Сонымен баланы алып, сіздің курсыңызға келіп, енді қыздардың бәрі білім алуға келгеннен кейін тыныштықты қалайды ғой. Бүйтіп көзінің қырымен де қараған қыздар болды, жақсы көріп те қолдап қараған да қыздар болды. Соған қарамастан бірнеше күн бойы сіздің курсыңызды оқып, шабыттанып, қалайда болса да мен осы алтын бизнесін бастауым керек. Хотя бы декретте жұмыс істеп көрейінші осы алтынға депші. Өзім жұмысқа шыққанша, педагогика саласына қайтадан оралғанша декретте істеп көрейін, артық ақша ешқашан артық болмайды ғой деп бастаған болатынмын. Аллаға шүкір. Бірінші Алла, екінші балам себепкер болды, үшінші сіз. Осы алтын бизнесіме шығуыма себепкер болған жандар. Күшті. Жалпы сіз осының алтын бизнесіне дейін найымда, тұрақты айлықта жұмыс істедіңіз ғой? Айлығыңыз қанша болды? Айлығым 200 мың теңгенің көлемінде, 150-200 мың теңгенің көлемінде болды. Ол айлықты біз 20 мың теңгеден бастағанбыз. Сол кезінде 2010 жылы ең алғаш оқуды бітіре сап дипломды қолға алып келген кезде 20 мың теңге зарплатаға жұмыс істедік. Бәлембай сағат бойы бала-шағамен, ата-анамен. Мысалға қазіргі уақытта маған жұмысыңа қайтадан ораласың ба деп сұраныстар түсіп жатыр, ұсыныстар түсіп жатыр. Гүлназ апай, қайтадан жұмысыңызға оралсаңызшы деген сияқты, бірақ барғым келмейді. Неге? Өйткені алтын бизнесі біріншіден ол менікі екенін түсіндім. Екіншіден ақша. Бұл жерде қаражат. Әрине, әр әйел адамға бостандық керек.
ол бостандық дегеніміз әйел адамның жеке басының бостандығы емес, ол әйел адамның қалаған затын орындай алуы. Бұл жерде ер азаматтың болғаны әрине жақсы, ер азаматыңның сені қолдағаны жақсы. Мысалғашы, ең басында алтынға шығатын кезде сол кісі қолдап мені, жарайды жаным, шыға ғой, мен саған қолдаймын, балаға да үйтіп бүйтіп енді няняны табамыз ғой деп көмектесті. Содан бастап мысалға алтынға шығып кеткеннен кейін бостандық деген бұл көшеге шығып деп ауаны кеудеңе жинау емес, ол қолыңдағы бар затты, ойыңдағы бар затты іске асыра білу. Меніңше, вот қазір мысалға мен сол мемлекеттің жұмысына қайтып оралмаймын, өйткені ол жерде тәртіп бар, әрине. Табыс аз. Ол жерде мысалға бір ғана қалыпты өмір. Біреудің айтқанымен жүресің. Иә. Бостандық деген өз дегеніңмен жүресің. Өз дегеніңмен жүресің, және де өзіңнің қалағаныңды істей аласың. Кез келген уақытта. Машалла, күшті. Жалпы материалды тұрғыда алтын бизнесіне дейін өміріңіз қандай болды? Алтын бизнесіне дейін сол таңертең жұмысқа шығамыз 7:30-да, бала шағаны киіндіреміз, жуындырамыз, бір қалыпты. Мектепке қарай жұмысқа шығамыз, балаларды мектепке тастаймыз, ары қарай балабақшаға жұмысыма кетем. Одан кешке қарай қайттан бәріміз жиналамыз, сағат 6-ларда жұмыстан шығамыз, барып балаларды мектептен алып кетеміз, үйге келеміз, кешкі тамақ істейміз, сосын кейін отыра қалып компьютерда өзің жұмысыңды, жұмыс уақытында үлгермеген жұмысыңды бітіруің керек, өйткені сен ол үшін жалақы алып отырсың. Ол үшін сұраныс әлде болады, әрине. Талаптар болады. Сол талаптарға сен сәйкес келуің керек, өйткені ол жерде мысалға сен педагогсың. Саған ата-ана қарайды, саған бала қарайды. Егер өзіңнің жұмысыңда тәртіп болмаса, сен қандай педагогсың? Сондықтан соның бәріне үлгеру үшін күнделікті бір қалыпты өмір. Таңертең жұмысқа кетесің, кешке жұмыстан келесің, бала шағаның сабағын қарайсың, киімдерін реттейсің, өзіңнің ертеңге киетін киімдеріңді реттейсің, жұмысыңды қарайсың, сонымен түнгі сағат 11-12 бірлерге таман әйтеуір келіп жатып ұйықтайсың да, таңертең күнделікті сол тірлік, күйбең тірлік қайталана берді дейсіз ғой? Қайталана береді, әрине. Енді жалпы ақшаға деген көзқарасыңыз бұрын қандай еді, қазір қандай? Осы алтын бизнесіне деген қандай еді, қазір қандай? Бұрын айлықты күтетінбіз. Айлыққа алдын ала жоспар құратынбыз. Мына күні мысалға 25 күні бізде айлық түседі, 26 күні кредит төлеу керек, 27 күні айлық түскен кезде балаларды бір қыдыртып алу керек. Күнделікті өйткені уақыт болмайды, уақыт болса ақша болмайды. Зарплатаны күту керек. Енді соншалықты төмен жалақы алған жоқпын, бірақ сонда да жалақыға қарай адамның өмірінің графигі өзгереді. Одан кейін жалақыдан ақшаны үнемдей бастайсың. Алдын ала 15 күні той болатын еді, соған бір 20 мың алып қою керек. 20 күні бір тұсаукесер бар еді, оған бір 20 мың алып қою керек. Сөйтіп график бойынша жүресің да. Ақшаның өзі графикпен, сенің өмірің ғана емес, ақшаның өзі графикпен жұмсалатын дүние болатын. Ал қазір мысалға алтынға шыққалы күнделікті қолыңда ақша бар. Күнделікті сенде подушка безопасности бар. Сен білесің, қолыңда да, алдыңда да ақша. Қалтаңда да ақша. Кез келген момент. Мысалға, дәл қазір маған аяқ астынан інім, сіңілім, атанам, кез келген маған жақын адам телефон соғып, Гүлназ, маған дәл қазір 500 мың салып жіберші десе, мен спокойно алып салып жібере аламын. Карточкамда ақшам бәрін снимать етіп, бәрін бір жерге жұмсап қойған күннің өзінде де менің алдымда толған алтыным, инвестиция болып тұр. Кез келген моментте бір комплект, екі комплект мен спокойно алып, сол туысыма бере аламын, жақыныма бере аламын. Мә, өзің 500 мыңды шығарып ал деп. Күшті. Аллаға шүкір. Курсқа келер алдында дейді, қандай күмәніңіз болды курсқа деген? Әрбір адамда ондай күмән болады деп ойлаймын. Қазір мысалға осы подкаст тыңдап отырған көрермен қыздарда да, келіншектерде де ондай күмән болуы мүмкін. Мысалға, мүмкін бұлар дайындалып келген шығар, алдын ала, мүмкін сондай жаттанды сөздер шығар деп. Олай емес, қыздар. Шынымен менің өмірімде мысалға курсқа дайындалған кезде қолда бала. Бұл курсты мен меңгере алам ба? Балам кішкентай
балам кішкентай, меңгерген күнде де мен бастап кете алам ба? Бұл курсым менің зая кетпей ма? Уақытым ол курсқа бөлген, балама бөле алмаған аналық сезімі, мысалға сол уақытта өз көптен күткен, жаңа айттым ғой, сәбиім болғаннан кейін мен балаға өте қатты жақын болдым, осы кіші баламаш. Әлі де жақынбыз, бірақ сонда да сол моментте ана мен баланың арасындағы махаббат бүйтіп таразыда тұрды да, балаңды таңдайсың ба, әлде курсты таңдайсың ба? Ал курстың алдындағы күмәнім менің ары қарай істеп кете алам ба, оқыған күнде де. Мен бұны түсінем ба? Өйткені мен бірақ салада жүрген адаммын ғой. Жан жақты көрмегем. Тек қана бірақ сала. Жаңа әлемге келіп отырмын дейсіз ғой. Тек қана қолда бар қағазбен, қағаз сөйлейтін заманда қағазбен ғана жұмыс істеп үйренген адамбыз біз. Ал бұл алтын әлемі мен үшін жаңа әлем. Под зарплату бізге жұмысқа алып келетін, алтынды мүлдем танымаймын деп айтпаймын. Под зарплату қыздар 3 бөліп бересіңдер, 4 бөліп бересіңдер деп здоровый тәтелер келеді. Мәңдер қыздар, өздерінің алтындары күшті. Анаған біз қызығамыз. Сонымен бір цепочканы тастап кетеді, 500 мың дейді, бір браслет тастап кетеді, 250 мың. Біз соны под зарплату 3 бөліп, 4 бөліп ала беретінбіз. Бірақ бағасын сұрамаппыз сол кезде. Біз сол кезде желініп жатқанымызды түсінбеген екенбіз. Дәл мен мысалға алтынға өте жақын болдым. Сол кездердің өзінде алтынды көп алатынмын, бірақ под зарплату, отпускнойдан берем, 13-ші зарплатадан берем деп үйіп ала беретінмін. Шын мәнінде алтынның қандай пробасы, қанша тұратынын білмеген екем. Алтында жалпы танымаған екем дейсіз? Танымаған екем. Жалпы алтын курсына рискпен келдім дейсіз ғой, бесіктегі баламен бірге. Күшті. Керемет. Енді ең үлкен қорқынышыңыз не еді? Ең үлкен қорқынышым ол әрбір қызда болады деген ойдамын. Әрбір келіншекте, әрбір бастаманы бастағысы келіп отырған адамда. Ол әйел адамға емес, ер адамдарда да болады ондай қорқыныш. Мен ары қарай оны алып кетем ба? Алып кеткен күнде де бір күннің ішінде банкрот болып қалам. Не істеймін? Қарызға кіріп кетсем не істеймін? Азартный адамдар болады. Бизнеста мен түсінгенім, алып сату бір бөлек, бизнес жүргізу бір бөлек екен. Кейбір кісілер болады, алып сатармен айналысады да, мен бизнесменмін деп айтады. Ол мысалға үстінен көрген 1000 теңгені соны пайда санайды. Мысалға 5000 теңгенің затын сатып отырып, үстінен 500 теңге пайда көрсе, мен бизнесменмін дейді. Негізі ол бизнесмендік емес. Мысалға, сен егер бірге бір жақсылап тұрып пайда көрсең, ол пайдаң сенің қалтаңда қалса, сен бизнесменсің. Егер сен ол бизнесті дамыта алсаң, дөңгелете алсаң, сен бизнесменсің. Ал егер сен алып сатумен айналысатын болсаң, көрген пайдаңнан сенің жұмсаған ақшаң көп болса, айдан айға сен қарыздарың көбейіп жатса, сен бизнесмен емессің. Сен жай ғана өзіңді өзің алдап жүрсің. Ақша айландырып десеңші. Ақша айландырып. Процесс. Сам процесс интересен человеку, не прибыль. Сіз нақты осы курсқа келуге не итермеледі? Қызығушылық. Алтынға деген қызығушылық, білімге деген құштарлық. Машалла. Күшті. Жалпы алтын бизнесін бастау үшін жаңа ақша салу керек болды ғой сізге. Мен есімде сіз ең бірінші алтын бизнесін бастағанда құрметті менің оқырмандарым деп местаға шығып 4 алтынмен отырғаныңыз Әрине. Сөйтіп ары қарай кейін Алматы қаласында 1 жылдан кейін мен неме келдіңіз ғой. Оған дейін сонда бұл сұрақ ретінде қоя салайын, енді мен білем ғой. Яғни сіз алтын бизнесіңізді курстан кейін қанша сумамен бастадыңыз, және 1 жылда сіз оборотыңызды қанша миллионға айландырдыңыз? Алтынды бастаған кезде мен тәуекелге бет бұрдым. Өйткені мен түсіндім. Менің алған білімім ол ауаға кеткен ақша емес. Мен білім алдым ба, мен соны пайдалануым керек. Дұрыс бағытта қолдануым керек. Жаңағы айтқанымдай, мемлекеттік қызметте жүргеннен кейін менің депозитқа госпрограммамен алатын, жеңілдікпен алам деп отырған банкке жинаған 2 миллион теңгем болатын. Ол 2 миллион теңге маған көп ақша болып көрінетін. Маған бірақ 3 миллион жинау керек болды, бірақ менде 2 миллион теңге ғана счетта жатыр. Сонымен үйдегі отағасымен ақылдасамыз, не істейміз?
бірдеңке істеу керек. Мен істеймін деп қоймаймын. Ол баланы не істейсің, өзің не істейсің, қоя қой, кішкене есің жинап ал дейді. Жоқ, мен істеймін. Мен алтын сатуым керек. Мен местаға шығуым керек. Сонымен жарайды, көр енді деді. Сразу жүгіріп бардым да, ана счеттағы ақшаны шешіп, 2 миллион теңгені оптовый алтын сататын уже біліп ағам. Мен ешкім алдай алмайды. Сіздің курсыңыздан үйреніп алғам. Алтынның пробасын қалай ажырату керек, қай завод қай жақтікі, бәрін білем. Местный заводтарды да білем, Алматинский, Шымкенттің заводтарын да білем, Турцияны да білем, бижутерияны да ажырата алам, Россияны да білем. Қай завод, қай қаладан екенін де білеміз ғой. Сіздің үйреткеніңіз бар. Этикеткаға қарап, мынау заводской этикетка, мынау қолдан жасалған этикетка деп ана жерде өзімше қыздардан бір қалтасында бір 200 миллионы бар адам құсап 2 миллион теңгеге бүйтіп жүрдік. Аллаға шүкір, 5 цепочкамен 4 комплект алдым сол ақшаға. Сөйтіп, құрметті менің оқырмандарым, мен алтын бизнесін бастадым деп сториске салған кезде елдің комментариясын айтыңызшы сол кезде. Біраз адам. Мазақ қылғандар болды ма? Біраз адам айтты. Даже ең жақын адамның біреуі қатты ауыр сөз айтқаны бар. Артпен отырасың деді. Артпен отырасың. Құма деді. Құма деді. Сен қайда секіріп атсың деді. Сен бір бағытта жұмыс істеп жүрген адамсың. Айлыққа. Соныңды сенікі бір бағыт деді. Сен пысықсың, сен молодецсің, бірақ ақша сенікі емес. Алтын бизнес. Алтын сенікі емес деді. Сенің ана қолың бүйтіп жан-жаққа шашып жүргеніңе қарай деді. Сен 200 мың теңгеңді жан-жаққа шашып беретін адам, миллион теңге қолыңа түссе, сен адам танымай кетесің деген адамдар бар. Алтын бизнесін істеп, волка ноги кормят дейді ғой. Сол алтын бизнесін істеп бастаған кезде клиент келеді, мен алдыма қарайды, 4 алтын, 5 алтын сұрайды, мынаның 20-шы размері бар ма деп. Қазір тұра тұрыңыз, менде сейфта бар деймін. Бізде Керемет базары енді ашылған болатын. Мен шыққан базар. Сол Керемет базарының маған тиген көмегі өте көп болды. Өйткені ол жаңадан ювелирный павильон болып ашылып жатты. Ол жерде ешқандай аренда болған жоқ. Біз тегін тұрдық. Мүмкіндік берді дейсіз ғой. Керемет мүмкіндік берді. Жаңадан бастап жатқан қыздарға әлі күнге дейін мүмкіндік беріп жатыр негізі. Әлі күнге дейін жаңадан бастап жатқан кәсіпкер қыздарға мүмкіндік бар. Қолдау бар. Сіз бизнесіңізді аяғыңызға тұрғызып алғанға дейін сізге ешкім ештеңке айтпайды. Тек қана бизнесіңді жүргізсең болды. Сонымен волка ноги кормят демекші, жаңағы 20-шы размер бар ма дейді. Қазір тұра тұрыңыз деймін да, қасымызда үлкен базар бар алтын сататын. Сол базарға жүгірем. Ол жақын жер емес. 200-300 метрдей жер, жоқ дегенде. Даже ана лестницалардың бәрін бүйтіп түсіп қайттан шыққанмен санаса, бір жарты километрде жер болады, 500 метрдей. Туда обратно жүгіріп барып келем. Күте тұрыңыз, мені қазір алып келем, менде астында сейфта тұр бұл зат депші. Барам да, аға бере тұрыңызшы, қазір клиентім кеп тұрады, қазір ақшасын әкеп берем деймін. Береді, жүгіріп барып апарам да, соны сатам да, үстінен көрген пайдамды алып қалып, қалған ақшаны апарып сол сатушыға берем. Ең басында мен сөйтіп бастадым. Сол кезде маған айтты, сен кімге күлкі болып жүрсің? Ары бері шапқылап, сен сонда бір тапқан 1-2 мың теңгең саған пайда бола ма? Деген адамдар болды. Одан енді клиенттерім көп болады, ақырындап келеді, мысалға жан-жақтан естиді. Алған затыңды, сіздің бір сөзіңіз әлі есімде, қымбат сатсаң сата бер, алдап сатпа деген. Курсты оқытқанда сіз осы сөзді айтқан болатынсыз, осы сөз мен жадымда жатталып қалды. Сонымен клиенттерге жүгіреміз, клиенттерге тауып береміз. Арасында маған туыстарым звондап қалған кезде телефон аламай қалатын уақыт болады. Телефон алмаған кездерім болды, өйткені клиент маған важнее болып тұрды бұл жердеші. Мен іздеп келгеннен кейін, туысқаның ешқайда кетпейді ғой, артынан да звондай салсаң болады. Клиент алдыңда тұрған адам кетіп қалады. Сол кезде маған айтқан адамдар болды. Гүлназ, не болды саған? Қалтаңа бір 5 теңге түсіп, не болды? Адам танымай кеттің бе? Гүлназ сондай ол. Ол баяғыдан сондай болатын. Тек қана государственный жұмыста жүріп бұл тыныш жүрді ғой. Қазір қалтасына ақша түскелі. Адам танымай қалды. Адам танымай қалды. Иә, ондай ситуация менде де болған. Ол жерде менде адам танымайтындай миллиардтап жатқан жоқ.
өзімен өзі миллионер болып жүрмін. Иә. Келеді да сөйтіп тиіседі дейсіз ғой. Иә. Болды ондай. Өзімен өзі тиіседі. Одан кейін әрбір тиыннан теңге құрап отырғаннан кейін қарызға сұрап келеді туысқандарың. Берсей, сонда бір ана жағдайын айтпайды ғой, Гүлназ берші деп. Иә, Гүлназ бере тұршы деп айтпайды. Айлық түскенде береміз деп айтпайды. Бастапсың ғой. Молодец. Қарызға бер маған. Бер. Не, маған бере алмайсың ба? Бердіңіз ба қарызға, туысқанға? Беріп көрдім. Аламай қалған кездерім де болды. Сонымен Ұмыттырып кеткен кездер де болды. Сонымен енді жарайды бопты дейсің. Не дейсің? Әкең тұр, шешең тұр, олардан аттап ешқайда бармайсың. Қазір бермеймін дейсіз ғой. Қазір бермеймін. Қазір сенесіз ба, құрбыларыма бермеймін. Даже ешкімге бермеймін. Жанымдағы құрбыларыма бермеймін. Құрбыларым кейде айтады, Назга, не болды саған? Бір 20 мың теңге ғой, бір 40 мың теңге ғой. Зарплатадан береміз ғой. Ал мен бергім келмейді емес, бергім ақ келеді, просто ара қатынасты бұзғым келмейді. Өйткені мен 2 күнге дедім ба, 2 күнде қайтара алмаса мен көңілім қалады. Ол күні мен аптабегім кеп қалуым мүмкін, товар алуым мүмкін. 20 мың болсын, 30 мың болсын, ол да маған ақша мысалғашы. Мәселе миллиондап айландыруда емес, мәселе сол миллионды жинауда. Демек, жаңа бір әңгімеден бір әңгімеге кетіп қалып отырық қой. Алтын бизнесіңізді 2 миллион теңгемен бастадыңыз. Бастадым. Бір жылда қанша миллион оборотқа айналды? Бір жылда айына 20 миллион теңгеден айналдыратын оборотқа жеттік. 20 миллион, 30 миллион теңге. 20 миллионға жетті, 20-30 миллионға жетті дейсіз ғой. Жетті, Аллаға шүкір. Жаңағы сөзден сөз 2 миллион теңгені мен депозиттен шешіп алдым дедім ғой, үй алам деп отырғанша. Аллаға шүкір, сол 2022-де жинап 23-те аламыз деп отқан ақшаны снимать еттік. 23-тен бастап біз участок алдық та. Сол участокқа ақырындап үй сала бастадық. Машалла. Яғни алтын бизнесінде жүріп участок сатып алдым десеңізші қосымша. Участок алынды, участокқа қаланың ішінен алдық, қаланың сыртынан 1-2 миллион теңгелік участок емес. Жақсы ақшаға алдық, жақсы суммаға. Керемет қылдырып, 2 этаж қылдырып үйді салып алдық. Біз 2 бөлме аламыз деп. 2 этаж үй салдыңыз. Алтын бизнесінде жүріп, 2 миллион теңге оборотпен бастаған алтын бизнесінде. Менің қазір шторым өзі 2 миллион тұрады. Да, что, күшті. Қазақтың қыз-келіншектері сіздерге керемет жаңағы мотивациялық сұхбат болып жатыр. Күшті. Ол үйге тағы да тоқталамыз, Құдай қаласа. 1 жылдың ішінде салынды деп мақтанып қоймайды дейді. Тағы да айтып қоймын. Не алайын, штор 2 миллион теңге тұрады, Курсқа тоқталайықшы. Курс барысында сізге ең қатты ұнаған не нәрсе болды? Курс барысында маған ең қатты ұнаған барлық нәрсе ұнады. Ең қатты ұнаған тақырып осы алтын тақырыбының каждый жілігімен сіз айырып бересіз ғой. Мысалға қыздар, мынау бижутерия, мынау алтын. Маған сол қызық болды. Сол сабағыңыз сіздің қызық болды. Өйткені біздің алдымызға 10 комплект қойылды. 10 комплектің ішінен қыздар, мынаның қайсысы алтын, қайсысы бижутерия тауып алыңдар. Өздерің ажыратып көріңдер деп сіз бердіңіз. Сол жерде енді біразымыз кәдімгідей мынау бижутерия, мынау алтын деп ұстап отырсақ, біреу алтын емес қой ананың. 10 комплектте бижутерия болып шықты. Негізі біз соны алтын деп сеніп, мысалға көшеден көрсек алып қоятын бедік. Ал сіздің курсыңызда оқып отырған кезде мына жерінен ажыратасыңдар. Оның замогы мынандай болады. Оның пробасы былай салынады. Әр заводтың пробасын түсіндіріп бердіңіз. Мысалғашы, қанша проба болса, мына алтынға 3 проба қойылады. Біреуі алтынның өзінің пробасы 585, біреуі заводтың пробасы, біреуі сол қаланың пробасы дегенде соның бәрін жілігімен маған ең қызық сабақ сол болды. Өйткені мен алтынды білу үшін келіп тұрмын ғой ол жерде сіздің сабағыңызға, сіздің курсыңызға. Сол сабақ маған ең қызығы болды. Күшті. Өзіңіздің алтын бизнесіңізде қиын сәттер болды ма? Қандай оқиғалар болды? Қиын сәттер болды. Жылаған кезімізде болды. Өйткені еңбек қой оның бәрі. Әрбір алтынды маңдай термен қоясың витринаңа. Ұрлатып алған кезімде. Ең бірінші алтынымды ұрлатқан кезім болды. Мына комплектті бір керемет киініп алған әйел. Әдемі киінген келіншек келді. Көзінде очки бар, маникюр, педикюр, шашы керемет, макияжы тегі жарқырап тұрған келіншек. Самое дорогое кольцо мне дайте деді.
Сосын кейін самый дорогой кольцо, менде бір 3-4 граммдық кольцолар болатын. Ол кезде енді бастап жатырмыз, 1,5-1 граммдықтармен сатамыз. Сол 3-4 граммдықты көрсетіп едім. Нет, мне не нравится. Дайте мне вон тот комплект деді. Сосын кейін мен комплекттерді ұсына бастадым. Бір планшетпен алдым, ана кісінің алдына қоя салдым. Сосын кейін ана кісі ананы киіп көрді, мынаны киіп көрді. Сосын кейін спасибо, девушка деді. Да итерді. Я пойду дальше поищу деді. Не за что дедім да, приходите еще деп, енді бар лебізімді айтып ана кісіні шығарып салдым. Планшетімді астына қоям, бір комплектімнің сақинасы жоқ. Сонда ана кісі бүйтіп киіп көріп жатқан кезде бір қолына таққанда, екінші қолына ана кольцоны тығып қойған сақинаны. Сонымен планшетті маған итере саған, а мен оны байқамай қалдым. Енді ұрлайды деп ойламағансыз ғой? Мүлдем ойламағам. Ол жүзігім менің 5,5 граммдық болатын, үлкен комплекттікі болатын. Өз сол комплектті қашан сатам екен, көбірек пайда қашан түседі екен деп бір ойымда жүрген болатын да сол комплектші. Сонымен ана кісі ұрлап кетті. Ол кісіні таппадық. Сол іздедік, таппадым. Сол кезде өзімнен өзім бір сынып үйге келіп, жылағым кеп. Жылап алдым дейсің. Айтайын десең, көзің қайда деп ұрсады. Қарамайсың ба дейді. Ие болмайсың ба алдында тұрған 5 алтынға дейді. Айтпайын десең, ішіңнен жеп баратыр. Оның ақшасын орнына қою керек деген дейші. Сондай бір момент болды. Екінші рет уже ұрлайтын кезде қарап тұратын болдық. Сақ болдым. Маған сабақ болды дейсіз ғой. Маған үлкен сабақ болды. Күшті. Енді ең бірінші сатылымыңыз есіңізде ма? Ол қандай эмоция берді сізге? Есімде. Ең бірінші сатылымым цеп саттым. 2 жігіт келді. 2 жігіт келді да өз алдымда 5 ақтал цеп тұр. 3-4 комплект тұр. Сосын кейін цепқа қарайды, маған қарайды. Басқа жаққа жан-жағына қарайды. 4 алтынмен отырмын дейсіз ғой? 4 алтынмен отырмын. Қасымда тағы 3-4 қыз, тоже 4-5 алтынмен отырмыз. Бәріміз сіздің курсыңызды оқып келген қыздарымыз. Бір жерге жиналып алдық кереметке. Қыздар бәріміз бір жерден сатайық, бір-бірімізге қолдау көрсетейік деп. Бір потоктың қызымыз ғой бәріміз. Сонымен отырмыз. Мен бетім ешнеге сұрамайды еще ана балаларша. Бүйтіп цепқа қарайды, маған қарайды, жан-жағына қарайды. Ешкімде жетісіп тұрған товар жоқ. Ең көп цеп менде 4 штук. Сонымен ана бала бүйтіп қарады да, цеп қанша тұрады деді. Калькуляторды ала салдым да, сатырлатып санап бердім да, айттым. 200 мыңның көлемінде болады дедім ба, или 150 мыңның көлемінде бола ма, сондай. Өзі қымбат емес, бір 2-3 граммдық ары кетсе. Өтірік айтам, даже 100 мыңға да жетпейді. Ол кезде алтынның бағасы 19 мыңнан болатын. Арзан еді ғой. 19-20 мыңнан болатын. Сол 70-80 мыңның көлемінде шығар. Сосын кейін аламыз ба деп бір-біріне қарайды да. Менсінбей қарайды да маған. Мен айтам, алыңыздаршы енді. Кейін келесіздер, мен келесі келгенде сіздерге подарка қосып беремін депші. Бархатный футляр в подарок деп. Сонымен ана балалар мен көңілімді қимады. Жалпылдап тұрғанымашы. Сонымен жарайды деп ол балалар алып кетті. Ана жерде наличка ақша. Қолыма ұстап аламын да 5 мыңдықтар, 2 мыңдықтар, олардың да сол жинаған ақшалар болу керек. Ана ақшаны ұстап аламын да қуанам, кімге айтарымды білмеймін. Айына ұстайтын бұл ақшаны бір күнде ұстадыңыз? Бірінші сатылымнан ақ сразу 80 мың теңге қолыма түсті. Қыздарға, қыздар, почин почин деген сөз жаттап алғанбыз, базарға бірінші шығып тұрмыз ғой. Қыздардан қараңдаршы қандай керемет почин деп. Сосын қыздар, бізге де жұғысты болсын, әкел деп, олар витриналарын ақшамен ұрып отыр. Сонымен Аллаға шүкір, сөйтіп саудамды ер адамдар бастап берген, сөйтіп 2 жігіт бастап берді. Күшті, керемет оқиға. Жалпы қанша уақытта нәтиже көрдіңіз алтын бизнесінде? Алтын бизнесінен ба? 1 айдың көлемінде. 1 айдың көлемінде. 1 ай бойы сен ассортиментке жұмыс істейсің, сен клиентке жұмыс істейсің. Мысалға ассортиментіңді көбейту керек. Клиенттің спросына қарайсың. Мен алтынға шықтым екен деп, мысалға алтын сатуым керек екен деп, ана жерде ана алтын тұр, мына жерде мына алтын тұр деп ала беруге болмайды. Әркімнің өзінің клиенті болады. Әркімнің өзінің клиентурасы болады, әр алтынның өзінің сатып алушысы болады, иесі болады. Соған қарай, мысалға менен цеп кеп сұрап кетті ма, мен уже білем. Российский цептер өтеді, оны алу керек. Барам, сол российский цепті кеп қойып қоям. Менен кеп Ван Клиф сұрады ма, міндетті түрде барам да Ван Клиф алып келем. Өйткені ол сұраныс. Сұранысқа ие затты, сол сұраныс бар кезде сатып үлгеруім керек.
алғаш тапқан ақшаңызды қайда жұмсадыңыз? Үйге. Басында товар көбейтесің, әрине товарға салғың келеді, саласың да товарғаша, бірақ сонда да үйге алып келген бір булка наның болса да өзің табысың ғой. Таза табысың, 1 литр сүтің болса да қуанып алып келесің да онышы. Ол өзің еңбегің болғаннан кейін. Қазір тұрақты клиенттеріңіз бар ма? Әрине. Әрине. Клиенттерім өте көп. Қазір мысалға өзім бұрын жұмыс істеп кеткен мемлекеттік мекемелердің қыздары да хабарласады. Кезінде олар серьезно қабылдаған жоқ оны. Кейін мойындады дейсіз ғой. Иә, қыздарым, менімен бірге жұмыс істеген қыздар, мен қол астымда жұмыс істеген қыздар бар. Менен биік отырған қыздар да бар мысалғаша. Бірге істеген қыздар бар. Олардың бәрі бүйтіп декретте пусть поиграется деген сияқтышы. Декреттегі ермек қой бұл қыздікі деп қараған қыздар да болды. Олай айтқанда қыздар болды. Ойнап болып қайттан жұмысқа шығасыз ғой депші. Жарайды, көреміз деп. Бірақ қазір енді Аллаға шүкір. Бұндай нәтижені олар менен күтпеді дейсіз ғой. Күтпеді. Машалла. Енді алтын мақта бизнес курсы сіздің өміріңізді қалай өзгертті? Өте жақсы жаққа өзгертті. Мойындататын адамдарды мойындаттым. Өзімнің көкейімде жүрген біраз нәрсе болатын, біраз заттар болатын. Соны мойындататын адамға мойындаттым. Көмектескім келген адамға көмектестім. Ойымдағы біраз арман мақсаттарды орындадым. Үй салдым дедіңіз ғой, двухэтажный. Қай районнан салдыңыздар? Осы біздің Түрксиб районынан, аэропорт жақтан салынды. Оған дейін мысалға біз енді 2 миллион теңгенің өзін жинау бізге оңай болған жоқ. Күйеуімде, менде мысалға тұрақты айлықта ғана жұмыс істеп отырған адамымыз. Бізде мысалға левый деген жоқ. Балабақшада ондай жоқ. Күйеуімде жұмыс сондай. Страховой компанияда жұмыс істейді ол кісі. Бір табысты тұрақты болды табысымыз. Сол тұрақты табыстан айына бір 10 мың, 20 мың, 30 мың, 40 мың, ары кетсе 50 мың. Сөйтіп бөліп жинап отырдық ақшаны. Квартира аламыз деп отырдық. Бір ұл бір қызымыз болды ол кезде. Сол 2 балаға 2 бөлмелі. Жетеді ғой бізге әзірше депші. Ары кетсе бір, если повезет, 3 бөлме аламыз деп отырғанбыз. Аллаға шүкір. Алтын бизнесін бастап кеттік. Ол кезде планымыз да өзгеріп кетті. Квартираға уже менсінбей қарайтын болдық. Қойшы депші. Салғаннан кейін хан сарайын салмаймыз ба деп. Аллаға шүкір. Қаншада қанша үйлеріңіз? Үй қазір 250-260 квадраттың шамасында. Бір шторм жаңа 2 миллион тұрады деп айтып қалдыңыз. Иә. Қай неден алдыңыз? Штору турецкий ма, қандай? Менде үй салып жатыр, маған қисын болып жатыр да. Мастердің номерін берейін, швеяның номерін берейін. Соғыз әдемілеп тігіп береді, замерді жасайды, өзі келеді. Өз үйге келіп жасайды. Бүкіл материалдарын бәрін көрсетеді сізге, қалай жасаймыз, қалай тіктіреміз деп. Кухонный мебельді да мен под заказ жасадым, спальный мебель, бүкіл мебель менде под заказ. Енді үйіме аямадым. Өйткені ол балалардың шаңырағы, өйткені ол біздің тыныштығымыз. Это наш уют. Күшті. Аллаға шүкір. Жалпы отбасыңыз, жақындарыңыз жайлы не айтасыз? Және сіздің алтын бизнесіңізді қалай қабылдады? Отбасым, жақындарым, енді қасымдағы бірінші ер азаматым ғой, ол кісі сразу басында қорқынышпен қарады. Өйткені бала кішкентай, 4 айлық, 5 айлық бала, әлі еметін бөпе, ол баланы не істейсің деп. Сол кезде келінім көмектесті, інімнің әйелі. Ол қыздың өзінің бөпесі болатын ол кезде. 2 баланы тастап кетем. Өзінің бөпесі бар, менің бөпем бар. Өзі еще аяғы ауыр. Сол 3 балаға жалғыз өзі қарап отырды. Кішкентай қыз. Сол қыздың көмегі көп дейді. Одан әкем қолдау көрсетті. Басында әкем ұрысты. Нең бар? Баламен. Сол базарда сандалып жүрген ұнайма саған. Ол кісіні мен кабинетте ғана көріп үйренген адам ғой. Ол кісіге бір түрлі болып тұрды.
қызы анандай қызметте отырып аяқ асты базарға шығып кеткеніші. Бұл қалай болды деп ол кісі түсінбеді басында. Нең бар енді, сауда бірде бар, бірде жоқ. Ол қолынан келетін адам істейді. Сен нең бар ол жерде деп. Сонымен жарайды. Егер квартира шығып жатса 2 миллионды мен берем деді әкем. Сен пока осы ақшаңды бизнесіңе сала бер. 2 миллионды мен өзім қалтамнан берем кейін деді. Квартира шығып қалып жатса деп. Сонымен бір жарайды жағынан деді. қолдап, бір жағынан уайымдап тұр әкем десеңізші. Әрине, енді ол кісіге де оңай емес, өйткені маған мысалға айтады ғой, баламның шекесіне табанына кірген тікен менің маңдайыма кірсін дейді ғой. Сол сияқты әкем де қатты уайымдады. Одан артынан мама уайымдады. Мама бірақ бизнесқа уайымдаған жоқ. Менің мамам балам үшін уайымдады. Айналайын, ана кішкентай қыз өзінің келініне де жаны ашып баратыр ана жерде. Келіні қарап жатыр ғой. Ана қызды өлтіресің бе? Не болды соншама? Балаң бар. Отырса үйде, өзің 10 жылда бірінші рет декретке шығып отырсың. Отырса кішкене, не болды сонша? Жоқ деп сонымен ақыры шығып кеттік. Бауырларым да қолдау көрсетті, шүкір. Мына нәрсені түсініп тұрмын да, сіздің сұраққа жауап беру арқылы адам жетістікке жету үшін айтқанынан қайтпау керек деген нәрсе. Мүлдем қайтпау керек. Және сен айтқаныңнан қайтпаған кезде қайтарғысы келетін алыста жақында болады. Әрине. Күшті. Жақын адамын қайтарған жаман бұл жерде. Алыстағы адамдарға мысалға не десе де сен көңіл аудар. Жалпы алтын бизнесіне дейінгі Гүлназға не айтар едіңіз, не кеңес берер едіңіз? Ол қызды мен ұрсатын едім. Кеңес емес, мен ол қызды ұрсатын едім. Гүлназ, оқуды бітірдің, оқуды оқыдың, қағазың қалтаңда. Ары қарай әкеңнен ақша алып, мысалға ол кезде тұрмыста емеспін ғой, әкеңнен ақша алып, неге осы алтын бизнесін бастап кетпедің деп. Ол кезде алтын сататын адамдар да аз болатын. Ақша беріп үкіметтің жұмысына кіргенше. Иә. Шынымен де мен 20 000 зарплата алу үшін $300 беріп кіргем жұмысқа. Ең бірінші жұмысым сондай болды. Кейін сөйтіп. Тағы не деп ұрсақ едіңіз? Сол кезде Гүлназды бір қуырып алатын едім. Бизнесқа шық. Алтынға шық. Ертерек шықпадың ба? Ертерек шығу керек еді маған. Деп өкінем. Әлі күнге дейінші. Мына 2023-те бастағаныма өкінем. Мен 2013-те бастайтын мүмкіншілік болды мысалға менде. 2010-да мен университетті бітірдім. Сол жыл бастап кететін менде мүмкіншілік болған. Әкемде де маған ақша беретін мүмкіншілік болды. Анамда да қолдау көрсететін мүмкіншілік болды. Менің өзімде де жұмыс істейтін мүмкіншілік болды. Бірақ мен оны істемегем. Педагогиканы оқып, сол педагогиканың артынан жүргем. Және де тағы да бір қызық жайт. Алтынды бастағаннан кейін жаңа әкем ұрысты дедім ғой. Сол кезде папам ұрсатыны маған волка-ноги кормят деп мен алтындарды жинап алатым да. Понедельник күні базар демалады ғой, керемет. Біздің керемет базар понедельник күні демалады. Сол кезде алтындарымды алып алатым да, ауыл-ауылды аралап кететін. Сол кезде ауыл-ауылды аралап жүріп, қыздарға рассрочкаға сататын. Қыздар, мәндер, алыңдар, алтынды алыңдар. Керемет алтын. Бұдан жақсы алтын таппайсыңдар. Мен сендердің бүкіл жағдайларын жасап берем, бірақ қарызға бермеймін. Қарызға бермеймін, рассрочкаға. Банк арқылы рассрочкамен. Налогыңды төлейсің, әрине. Налогты ол айналдырады, кәдімгідей айналдырады. Бірақ тем не менее сен алтын оборотыңа жақсы ілінесің да. Қыздарға да болашақта беретін кеңесім қолма-қол қарызға бермеңіздер. Тек қана ақшаға. Қолма-қол ақша немесе рассрочка через банк. Сөйтіп байысыңдар. Өздерің принциптарыңа өздерің ешқашан измена жасамаңдар. Қазір сізді тоқтата алатын нәрсе бар ма? Дәл қазір? Жоқ. Алла ғана тоқтата алады. Алла маған тоқта десе, белгі берсе, мен тоқтаймын. Ал егер барлық мүмкіншілік қолымда болып тұрып, мысалға, алтыным бар, ақшам бар, Құдайға шүкір, қолдауым бар, денсаулығым бар, аяғым жүгіріп тұрма, қолым санап тұрма ақшаны, көзім көріп тұрма, миым жұмыс істеп тұрма, почему бы нет? Почему бы не работать? Почему бы не зарабатывать? Мен қазір өзіме жететіндей ақша таптым, енді мен балаларым болашағына жететіндей ақша табуым керек. Күшті. Жалпы көптеген қазақтың қыз-келіншектері енді білім алады ғой. Білім алған кезде алып кетсе өзі жасағандай болады да, алмай кетсе ұстаз кінәлі. Осы жөнінде не айтасыз?
Бұл жөнінде қыздар қараңыздар. Ұстазға барған өзің ғой. Ұстаз сен қолыңнан жетектеп алып кеткен жоқ. Біріншіден. Үйіңе келіп есігің алдында жылап тұрып алған жоқ, шықшы менен оқышы деп. Сен өзің көрдің, сен өзің қызықтың, өзің таңдадың. Ұстазды да сен өзің таңдайсың. Оқисың ба, оқымайсың ба, оны да өзің таңдайсың. Ұстаз тек қана саған білім береді. Сол білімді қабылдап, дұрыс бағытқа бұру ол сенікі. Ұстаз өзінің айтатынын айтты, үйрететінін үйретті, болды. Бізде мысалға қазіргі күні мектепте оқыған мұғалімімізге ренжи алмаймыз ғой. 6 класста. Мен қазір химияны менен қазір сұраса, мен 35 жасымда. Мен химия есімде жоқ, көп нәрсе. А мен химия пәнінің мұғаліміне ренжи алмаймын ғой. Ол кісі өзінің оқытатынын оқытты, балаға беретін берді, қоятын бағасын қойды. Соны сіңірген, меңгерген кінә менен. Қолданбаған кінә менен, мысалға. Сондықтан қыздардың көбісіне айтатыным, ұстазды таңдадың ба, өкінбе. Айтқанын істей алмадың ба, өкінбе. Ары қарай өзің сіңірген білімді пайдалана алмадың ба, дұрыс қолданып іске асыра алмадың ба, кінә өзіңнен. Барлық жерде мүмкіншілік бар. Барлық жерде мүмкіншілік бар. Мысалға, менің мүмкіншілігім сізден білім алдым. Сізден білім алдым. Сол білімді өзіме сіңірдім, бойыма сіңірдім. Оны мен сізден білім ала салған күні, сразу түстен кейін барып, алтын ашып кеткен жоқпын ғой. Мен оны сіңірдім, мен оны ойландым, мен оны қабылдадым. Мен өзімді сол алтын бизнесіндағы Гүлназды көз алдыма елестеттім. Пайдаланған білімің саған жеткілікті ма? Ары қарай істеп кеткенге. Әлде жеткіліксіз ба? Әлде может саған тағы да оқу керек шығар? Осыны пайдалана алмасаң бастама. Сен оқуға тойып тұрсың, миың істеп тұр, көңілің тоқ, баста. Ал егер сен просто жаттанды бір сөздерді блокнотыңа жазып алып, мен алтын бастап кетем, мен байып кетем деген болмайды. Оны білу керек, оны қабылдау керек, оны түсіну керек. Соны түсіндің, бірақ бар алтынға. Бірақ бастау керек жұмысты. Ал бастаған жұмысыңды ары қарай ілгері жүргізе алмадың ба, ол сенен. Кінә сенен. Өзіңе. Жалпы алтын бизнесін бастағысы келетін қазақтың қыз келіншектеріне не айтасыз? Қорықпаңдар қыздар. Мүлдем қорықпаңдар. Алтын ешқашан арзандап құлдырамайды. Аллаға шүкір, 3 жылдың ішінде 3 есе көтерілді алтынның бағасы. Мен бастаған кезде алтынның бағасы 17, 18, 19 тұғын. Қазір 50-ден жоғары. Қазір 50 мыңнан жоғары. Алтын ешқашан ескірмейді. Алтынның модельдері ауысып отырғанымен құндылығы жоғалмайды. Әрқашанда құнды ол товар. Осы алтынға салыңыздар ақшаларыңызды. Сіздер бизнесті бастап кетпегеннің күннің өзінде де алтын жинаған дұрыс қыздарға. Алтын ол біріншіден байлық, екіншіден ол сіздердің жаман энергетикаларыңыз соратын керемет металл. Мына алтыным қарайып кетті деп жатады ғой кейбір кісілер, алтын таққан жерім сақинам орны қарайып кетті. Ол алтын, күміс мысалға ауруларды соратын болса, алтын жаман энергетиканы сорады. Оған мен көзім жетті. Күнделікті тағып жүрген алтыным бір кейбір отырыстарға барып келгеннен кейін қарайып қалатын кездер болады. Бірақ ол Италияның алтыны, ол керемет. Италияның алтыны қараймау керек. Бірақ қараятын кездер болады. Тұзды суға жуам, шайынып алам, болды. Идеально. Енді қазақтың қыздарына қайтан тақырыпқа оралатын болсақ, қазақтың қыздарына айтатыным, қыздар ешқашан ештеңеден қорықпаңыздар. Алтын бизнесін бастаңыздар. Міндетті түрде біліммен бастау керек. Өздеріңіз үшін. Алтынды біліп бастағандарыңыз тіпті дұрыс. Және де егер алтынды бастап жатсаңыздар, міндетті түрде хабарласыңыздар. Махаббат ханым бар, мен бармын. Махаббат ханым сіздерге алтынды қалай бастау керек, жолын үйретеді, алтынды қалай ажырату керек, бәрін үйретеді сіздерге. Ары қарай бизнесқа шыққан кезде уже мен сіздерге қолдау көрсетемін. Алматы қаласының қыздарына, тұрғындарына мен қолдау көрсетіп бере аламын. Сіздің шәкірттеріңізге 100% көмек көрсете аламын. Менің көмегім, қараңыздар, бізде Алматының қақ ортасында барахолкада керемет сауда үйі бар. Керемет сауда үйінде мен алтын бастаған жылы оларда, ол сауда үйінде де алтын павильон ашылды.
Сол кезде 5-ақ қыз болып отырдық бүкіл залда. Аллаға шүкір, қазір 300-ден астам қыздар отыр. Оптовиктар да ол жерге келеді. Оптовый розничный продажа ол жерде бар, біздің керемет сауда үйінде. Және де енді ғана бастап жатқан қыздарға 3 айлық орын тегін беріледі, витрина. Сіздер ештеңкені сатып алмайсыздар, тек қана өздеріңіздің алтындарыңызды көтеріп келесіздер, болды. Ары қарай қолдау бізден. Бизнестарыңызға мобилографтың қызметі болсын, рекламаның қызметі болсын, біз әдемілеп, керемет қылдырып көмектесеміз. Бизнесқа қолдау. Оқытып тұрсаң, 3 ай бесплатно места беріп тұрсаң, одан артық не керек дейсіз ғой? Әрине. Егер білімсіз бастады, мысалы осы подкастты көріп алды да, менің сабағымды оқымай 3 ай тегін тұрғысы келіп, білімсіз алтын бизнесін бастағысы келетін қазақтың қыз келіншектеріне не айтасыз? Енді соның оқуы да бар ма? Ана жерден алып, мына жерге сатамыз деп айтады ғой. Бұл жерде бұл носки емес. Бұл киім емес, алтын деген. Киімді сіз ұстап көре аласыз да. Мынау синтетика ғой, мынау жүн, мынау синтетика, мынау тоқылған. Біліп тұрасың. Бәрін біліп тұрасың. Мынау хлопок, мақтадан, таза мақтадан тігілген. Мынау шолк, мысалға жібек мата. Оны қолмен ақ сезесің. Ұстап көресің, иіскеп көресің. Алтында жатамайсың, бәрі жылтырап тұрады. Алтында жатамайсың. Алтын бәрі жылтыр. Оның мысалға сіз қаншадан алатыныңызды білмесеңіз, носкиді біз білеміз, 250 теңгеден басталады носки. Ал алтынды сізге мысалға, ой, мынау керемет алтын. Тәте, осы алтынды алыңыз, міне оптовый бағасы 50 мыңнан деп сізге 43 мың теңгенің алтын беріп жіберуі мүмкін. Ол кезде кім желінеді? Сіз желінесіз. Сіз оны не қымбатырақ сата алмайсыз, өйткені басқа жердегілер оны 48-ден сатып отыр. Сіз 50-ден алып отырсыз оны. Сол жерден желінесіздер. Ол бір. Екіншіден, сіздер қай оптовиктан алу керек екен білмесеңіздер, ол жерде тағы желінесіздер. Егер сіз мысалға алтынды қалай сату керегін білмесеңіз, егер сіз алтынның брендтарын білмесеңіз, алтынның пробаларын білмесеңіз, ол жерден тағы бір желінесіз. Егер сіз рассрочканы санай алмасаңыз, клиентке рекламаны дұрыс жасай алмасаңыз, ол жерден тағы желінесіз. Минусқа кетесіз. Енді көрейік. Бірақ әрбір істің бір қайыры бар ғой. Не бастаса да біліммен бастаған дұрыс. Егер білімсіз бастаса, өзімді банкротпын деп жариялай бер. Әрине. Соңғы сұрақ, Гүлназ ханым, сізге қойылатын. Болашақ Гүлназ ханым қандай? Болашақ Гүлназ Голд кім? Бұл өте керемет тақырып. Өте керемет сұрақ. Болашақ Гүлназдың шетелде ең аз дегенде 2 пәтері бар. Біреуі жағажайдың жанында, біреуі керемет орманның жанында. Болашақ Гүлназдың бала-шағалары шетелде оқып жатыр. Әрине қазір бұл жерде айту мүмкін, неге Қазақстан емес? Өзіміздің қазақтың қызы неге шетел депші? Қыздар, мәселе бұл жерде қазақтың жері, басқа жер емес, балалардың біліміне көбірек көңіл бөлу керек. Балалардың кругозорын ашу керек. Балалардың көзқарасы дами түсу керек бұл жерде. Сондықтан әрине Қазақстанға қайтып оралады, бірақ демек соның өзінде бала шетелде оқыған дұрыс деп ойлаймын. Білім алған дұрыс. 2 білім болсын, 3 білім болсын, диплом болған дұрыс балада. Болашақ Гүлназ қамқор, бәріне көмектескіш, мейірімді жан. Керемет ана, адал жар, қамқор әпке, мейірімді қыз деп ойлаймын. Миллиардер, бизнес-леди, әрине. Күшті ниетіңізге жетіңіз. Сізге рахмет, алтын уақытыңызды бөліп, осындай керемет сұхбат бергеніңізге Алла разы болсын. Елге пайдалы болдық деп ойлаймын. Ал құрметті оқырмандарым, комментарияға сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар болады, мен міндетті түрде жауап берем. Алла сіздердің зейіндеріңізді ашсын. Алтын сатып, өз отбасымызды байытып, Қазақстанның экономикасын көтере берек. Рахмет сізге, Гүлназ ханым. Сізге рахмет. Байыса қазақтың қыздары байысын. Байыса қазақтың қыздары байысын.